Сабақтан келгенім сол еді, бір бөлмеде тұратын құрбым Айнұр. Жако, саған хат келіпті, үстелдің үстінде жатыр деп шығып кетті. Тез шешініп жүгіріп барып хаттың сыртына қарап, өз көзіме өзім сенбей тұрып қалдым. Хат 2 ай бұрын жер қойнауына салып, әлі дұрыс сене алмай жүрген сыныптасым. Бірге өскен жан құрбым болған Розадан екен. Көзіме жас толып, жылдамдатып аштым. Хат емес, бір дәптер салып жіберген сияқты. Соның жазуы, есімнен танып қала жаздап, төсегіме отырып көзімді жүгірттім. Жан құрбым, осы хатты оқып отырсаң, мен өмірде жоқпын. Мен кешірілмес қателік жасап, ешкімге тіс жара алмай. Ең құрығанда, сен менің жан жолдасым, мен сияқты қателіктерге ұрынбасын деп. Бар сырымды ақтарып отырмын. Құрбым, бұл хат өзімді ақтағаным емес, қор болып мына өмірге сыймай бара жатқаным. Өзімді кешіре алмаймын, ешкімге кінә артпаймын. Тек түсінші, артымда аңырап қалған анамды, күйінген әкемді аяймын. Сүйіктің жаңартылды қимай кешірім сұраймын. Уақыт емші дейді ғой, жүре бәрі мені ұмытар. Ай, баласын кім ұмытсын? Ата-анама қиын болар. Мен тірі жүрсем олар бұл мақаланы көтере алмай мың өлер. Менің өмірден кеткенім дұрыс, мен сондай шешім қабылдап қойдым. Мені бәрі кешірер деген үміттемін деп бастапты. Бір дәптер болып жазылған жан құрбымның сырын неше күн қайта оқып, көз алдыма анық елестетіп ауырып қалып дәптерді қолыма ала алмай қиналдым. Көп ойланып біраз жыл өткен соң жазбамен айналысқан кейін бұл хатты да жарыққа шығаруды жөн көрдім. Бұл сұмдық оқиға жүректеріңізді ауыртып, жүйкелеріңізді жұқартары анық. Қан қысымдарыңыз жоғар, жандарыңызға жақын алатын болсаңыздар, оқымай-ақ қойыңыздар. Құрбым бекерге өмірден кетпепті, болған жағдай жандарыңызды түршіктіреді. Құрбым, ешкімге айтпа, көрсетпе, сыр болып қалсын деген сөз жазбапты. Керісінше өзінің басынан өткен оқиға басқаларға сабақ болсын, қателік жасамасын деген үмітпен жазыпты. Дәл осы уақыт бар, жоғы 17 жаста болатын, хат жазылды, сыр айтылды, сандықта сақтаулы жатты. Түрлі адамдардың жан сырын жазғанда, бұл оқиға әрдайым мені жаз деп тұратындай санама келе береді. Детектив әңгіме жазғанда құрбымды ойлап белгілемін. Сондықтан құрметті оқырмандарым, бұл сырда жазылуы, оқылуы керек деп ұқтым. Сіздерге жариялағаным мүмкін дұрыс емес шығар. Дәл осы жерден ары қарай оқымай тыңдамай қоя салсаңыздар мен ренжімеймін. Пікір жазу, ой түю, ол өз құзырларыңызда, тек маған ренжімеңіздер. Құрбымның жан азабы мен жан сыры. 11-ші сыныпқа көштік. Алғашқы қоңырау кезі болатын. Бірінен бірі өтіп құлпырған бозбала мен бой жеткен қыз жігіттер. Біріне бірі қарап, бой түзеп бәрі бақытты. Сыныпқа кіріп әркім өз партасына жайғасқанда. Біздің сыныпқа жаңадан жігіт келіпті, деп күлімдеді Нұргүл. Өзі қандай сүйкімді деп күлді Жанар. Қыздар бұрылып жігітке қарады. Бойшаң, денесі шымыр, расымен де әдемі жігіт екен. Қайдан келген екен дейді Жанар. Талдықорғаннан деді. Дулат ағаның балдызы, Күләш апайдың інісі екен деді Нұргүл. Бізге көрші екен, мен байқамаппын деп Роза да көз қиығын салды. Балалар, тынышталыңдар. Біздің ортамызға жаңадан оқушы келді деп жетекші апайымыз қолын көтеріп ортаға шақырды. Танысып қойыңдар, Асылбеков Жанат дейді. Ол басын изеп жымиды. Роза да көз қиығымен қарап өз-өзінен ұялып қалды. Қыздар сыбыр-сыбыр, жырқ-жырқ күліп отыр. Ер балалар гүр етіп, бірі жақтырса, бірі жақтырмай қарап отыр. Отыра ғой Жанат. Қатарларыңмен тіл табысып кетерсіңдер, бізде оқушылар тәрбиелі деді апай. Сол алғаш күннен ақ Жанат пен Розаның араларында ерекше сезім пайда болды. Үйге бірге қайтып, бірге мектепке келіп жүрді. Алдымен дос болып, арты үлкен махаббатқа ұласты. Розаны қызғанған жігіттер талай кикілжіңге келсе, Жанатты ұнатқан қыздар Розаға жау бола бастады. Уақыт өте келе бәрінің көзі олардың таза махаббатына жеткен соң, Жанат пен Роза біріне жаралған жан екенін білген соң тек сүйсінетін болды. Бақытқа бөленген қайталанбас сезімге толы бір жыл өте шықты. Ертең соңғы қоңырау. Қос ғашық кешке ауыл шетіне шығып, бір-бірінің құшағына кіріп тұрып. Ертең соңғы қоңырау. Мектеппен қоштасқым келмейді дейді Роза еркелеп. Жаңа өмір жолына аяқ басамыз деп қыса құшақтады Жанат. Сенің оқуға бармайтының дұрыс болмады.
Ең болмағанда тапсырып көрсеңші, деді Роза Жанаттың бетіне қарап. Роза, саған түсіндірдім ғой. Алдымен біраз жұмыс жасайын. Әкем ауырып қалыпты, анама болыспасам болмайды. Иә, жаным, дұрыс қой. Сен Алматыға бар, оқуға тапсыр. Оқуға түсуші бол, оқы, деп мұрнынан шертіп қалды. Ауырды. Кешір, сен түсесің. Сен жақсы оқыдың ғой, менің ақылдым. Міндетті түрде түсуің керек. Ата-анам да оқуға түскенімді күтіп жүр. Маған жиі хат жазып тұр, ұмытпай жиі жаз. Сен де жазатын бол. Мен сен демалысқа шыққанда осында келемін. Осы ауылда уақытымызды бірге өткіземіз, деп Розаның бетінен сүйді. Тәтті махаббат сезіміне беріліп, екеуі балқи сүйісіп, сосын қимай қоштасқан болатын. Роза Алматыға, Жанат Талдықорғанға кетті. Роза оқуға түсіп, Жанатпен қазанның аяғында ауылға 2 күнге барғанда кездесті. Мен әскерге баратын болдым. Әкем тәуір болды. Борышымды өтеп келіп, сосын оқуға тапсырамын. Мен сені сағына күтемін, дейді Роза қолынан ұстап. Кіршіксіз таза махаббатпен екеуі бақытты еді. Бірін-бірі аялап бағалай білді. Қимай қоштасты. Көңілдеріне медеуі тек хаттары болатын. Роза сабағын беріліп оқып, жатақханада тұрды. Жанаттың хатын асыға күтіп, кешіктірмей жауап жазып, бақытқа бөленетін. Жанат Розаның ауылында Күләш әпкесінің үйінде тұрып оқыған. Ауылдың білдей үнемдеушісі бай қуатты адамдар. Тек балалары жоқ еді. Жасы 40-қа келіп қалған әйел болатын. Күйеуі Дулат дәу қара. Ештеңемен шатағы жоқ, ауыл басқармасын тасып жүретін жүргізуші. Розалармен қатар бір көшеде тұратын. Араларында үй де жоқ еді. Өздерін байсыз деп санайтын Дулат пен Күләш басқаларды менсінбейтін. Роза болса қарапайым отбасының ең кенже қызы. Әкелері көп жыл араққа салынып, тапқанның берекесі болмай, соңғы жылдары тіптен тозып кеткен еді. Анасының денсаулығы жарамсыз. Тек үй шаруасымен айналысып жүретін. Жанат пен Розаның жүретінін жақтыртпайтын Күләш әпкесі. Осы шүйкебастың қай жерін жақсы көреді дейтін ерінін шығарып. Екі жас бірі қимай қоштасса да, жандары бір жерде болғанда еді. Әскери борышын өтеп жүрген Жанат әр хатты асыға күтіп, Розамен өткізген әр сәтін еске алумен болды. Алматының қақ ортасында медуниверситетте сабақтан басқа ештеңе қызықтырмай. Жанаттың әр хатын жатқа оқып, Роза жүрді. Қыстың суық күндері де келді. Алматыдағы балаларына ауылдан қатынаған жан болса, мына қыстың күні сәлем, сауқат беріп жіберу ауыл адамдарына үйреншікті седі. Розаның анасы Жанаттың жездесі Дулаттың Алматыға баратынын естіп қатты қуанған. Қызына сәлем сауқатқа барын беріп жіберген болатын. Сабақтан оралған Розаға комендант апай: «Қызым, ана кісі сені іздеп келіпті», деді. Басқа емес, өзінің Жанатының жездесі келіп тұр екен. Бар жағынан ата-анасының көршісі. Қуанғаннан қыз бас салып құшақтап бетінен кезек-кезек сүйіп: «Аға, қалыңыз қалай?» дегенде Дулат сасып қалды. Комендант апайдан рұқсат сұрап бөлмесіне ертіп келді. Жаны қалмай шай қойып, ауылдың ата-анасын қал жағдайын сұрап жүгіріп жүр. Дулат берген сәлемдемені беріп, Розаның жүзіне тесіле қарап отыр. Не деген сүйкімді қыз. Тіпті тым сұлу. Бұрын қалай байқамағанмын, деп іштей қызықтап отыр. Қызға қарап өзін бір ханзададай санап кетті. Көкіректеніп қыздың аға дегеніне тіптен намыстанып қалды. Ананы-мынаны сұрасып, әңгімелесіп шай ішіп болған соң, қош айтысып шығып кетті. Роза болса ең жақын адамының жездесін жақын тартып, құшақтағаннан еш сескенбей қуанып шығарып салды. Дулатты ешкім дәл осылай жақын тартпаған. Әйелінен басқа жан бұны адам көріп еді. Жүрген бір аю еді ғой. Бойын билеген бір түрлі жайды түсіне алмай Дулат әлек. Есінен Роза кетпей қойды. Алматыда бір аптадай болатындықтан тағы бір жолғармын, амалын табайын деген ой келді. Қонақ үйде домалап жатып ұйықтай алмады. Көз алдында Роза ағаға деп зыр жүгіріп, майысып шай құйып отырғаны, нәзік қолдары. Сүйріктей ерні, қолаң шашы, ұзын кірпіктері, қиылған қасы, ох, деді домалап. Әйелі Күләшті көз алдына елестетті.
Былшиған беті, толық денесі, көрінбей кеткен көзі, буылтық денесі. Ерні бар ма сол қатынның деген оймен орнынан ұшып тұрады. Зато даусы бар. Қабаған иттікнен арман арсылдаған ашы дауыс деп қабағы түсіп терезеге тесілді. Роза, Роза, кімнің бағы екенсің? Ах, Роза деп әйнекке Роза деп жазды. Тағы бір жолығып көрейінші, не істесем болады, қалай кездесем болады. Ойлан Дулат, тап бір жолығатын жолды деп көп ойланды. Ертесі жатақхананың алдында Розаны күтіп отырды. Бір топ қыздардың арасынан Роза ерекше болып көрініп, көзін ала алмай сілейіп тұрған Дулатты көріп, Роза таңғалды. Қыздардан бөлініп қасына келіп: «Сәлеметсіз бе? Сіз ауылға қайтпадыңыз ба?» деді көзі күлімдеп. Негізі Роза өте ақ көңіл, ашық, бауырмашыл қыз. Үйдің кенжесі болғандықтан елдің бәріне еркелеп те алатын. Әлі балалығы бар, нәзік қыз. 2 айдан бері әке-шешесінде сағынып қалған еді. Оның үстіне сүйіктісінің жездесін ол туысындай сезінді. Жатырқамай, жақын тартты. «Иә, кешке қайтамын» деп Дулат аман, саламсыз жауап берді. «Жүріңіз бөлмеге. Мен шай қояйын». «Жоқ, Роза, рахмет, сен менімен кішкене қаланы аралап қайтсаң жақсы болар еді. Уақытың бар ма?» деді күмілжіп. Роза ойланып көзі жыпылықтап қарап тұр еді. «Жеңгеңе заттар алайын десем, жөні дұрысын таңдай алмаймын ба деп қорқамын. Сен көмек етсең» деп түндегі ойын айта салды. «Жақсы, көп жүрмейік. Сабағым бар, оқуым керек». Әрине, 1-2 магазин араласып болды деп көлігінің есігін ашты. Бұл жолы біраз уақыт қасына ертіп, дүкендер аралап, біраз зат алды. Рахметін айтып, жатақханаға жеткізіп салды. Осы жүздесудің өзінен ләззат алып, Розаның ағылағанын да елемей, Дулат өзінен бақытты болды. Араға 1 ай салып, Алматыға келгенше санасынан Розаның шығармай жүрді. Реті келіп жол түсіп еді, міне тағы жатақхана алдында Розаны кездіріп: «Алматыны дұрыстап көрмеген шығарсың. Менде уақыт бар. Бір көрсетіп қояйын. Болмаса демалысқа ауылға келгенде не айтасың» дегенде Роза қуанып кеткен болатын. «Жанат хатында Алматының қай жерлерінде болдың? Сурет болса салып жіберші» деген. «Жездесімен түсіп суретімді саламын, ол да қуанып қалады» деп ойлап келіскен еді. Қаланың ішіне біраз аралап, сосын Медеуге, Шыңбұлаққа шықты, уақытты көңілді өткізді. Таудан түсіп келе жатып мүлдем басқа жолға шығып, шет жаққа барып көлікті тоқтатты. «Мынау мен тоқтаған квартира. Жүр, бір шай ішейік, сосын жатақханаңа апарып қоямын» деп ертіп келгенде, Роза еш жаман ойламай үйге кірген еді. Шай ішіп отырып, ауылда әңгімелеп біраз отырған соң Дулат есіріп қызды бас салып қапсыра құшақтап, емірене иіскеп көтеріп алып төсекке жатқызды. Аға, бұныңыз не?» деп шошыған қыздың аузын қос қолдап басып, төсіне жабысып, бір қолымен шықырын асқан жылдамдықпен шеше бастады. Шыңғырып теуіп итерген қызды еш жібермей, шалбарын іш киіммен қоса сыпырып алып, еңгезердей денесімен үстін басып, қыздың санына қол жүгіртіп, аузын тұмшалап жатып, қара терге түсіп ара мүсін іске жасап барып бір-ақ тоқтады. Роза есін әрең жиып жан жағына қарады. Бойына көз жүгіртті, кеудешесі жыртылған үстін жұқа шүперекпен жауып қойған екен. Аяқтарын әрең қозғалтып басын көтерді. Терезеге қарап шылым шегіп тұрған Дулат жалт қарап қасына жетіп келді. Роза есі шығып жиырылып алып, басын шайқап жылай жіберді. «Жаным, сен талып қалып қорқыттың ғой» деп Дулат жылы дауыспен қолын ұстамақ болып еді. Роза шыңғырып, артқа жылжи бергені сол еді. Қарғып қасына отыра кетті де, басын ұстап бауырына қысты. «Тыныш, айқайлама» деп бетіне қарады. Еріне жабысты. Қыз жұлқынып басын тартып алды. «Мен сені жақсы көремін, сүйемін» деді тамағынан иіскеп төсекке құлата. «Жоқ, өтінемін» дейді Роза қырылдаған даусымен. Шамасы келгенше бұлқына итеріп, еңгезердей еркекке жүзіктей қыздың қайдан әлі келсін. Қарсыласқан сайын аюдай болып үстіне жатып қайта қозып аш қасқырша арпалысып кетті. «Ағатай, тиіспеңізші. Жалынамын, ешкімге айтпаймын. Мені қоя беріңізші» деп ботадай боздаған қызға қарап жатқан Дулат жоқ. Қыздың аузын тұмшалап ісіне кірісті. Қыздың бетіне қайта қарап, еріне жабысып, қыздың есінен танып қалуына жол бермей:
Арасында құлағына сөйлеп жатып, өз діңкесі құрығанша жан таптырмады. Шалқасынан түсіп ырсылы басылмай, қолын Розаның үстінен алмай жатты. Розаның көзі бақырайып, денесінің бәрі ауырып, қозғалуға шамасы келмей тырп етпей жатыр. Дулаттың ірі денесінен басылған кеудесіне ауа келмей қалғандай. Өле салғысы келіп демалмай қойған еді. Қайдан өкпесі қысылып, жөтел болып теуіп шықты. Қақалып, шашалып басын көтерді. Дулат демеп орнынан тұрғызды, Роза тізелері дірілдеп, аяғын әрең басты. Жып жылы болып астынан аққан бірдеңені қараса, қан аралас сұйықтық аяғынан төмен сырғып бара жатты. Жүрегі айнып лоқсып құсып жіберді. Дулат жетектеп жуынатын бөлмеге әкелді. Үстіндегі жыртық кеудешесін шешіп тастап, душтың астына кіргізді. Қол аяғы дір еткен қыздың төбесінен жылы суды қосты. Роза қабырғаға сүйкінген күйі жылап отыра кетті. Дулат су сабынмен сипалап тұрып қайта қосты. Өз-өзіне ие бола алмай қызға қайта жабысты. Жоқ, деп қашқалақтағанына да қарамады. Аққан сумен шыланып тағы иеленді. Деп Дулат бір шайынды да шығып кетті. Төбесінен су шашырап, жартылай иесі бар, жартылай иесі жоқ. Роза кімнің тұзағына түскенін енді түсініп, шарасыздан өкіріп жылап жатты. Көз алдына жанатының ашулы жанары елестеді. Жанталасып тұрып жуынатын бөлменің есігін құлыптап алды. Тамыр кесер бірдеңе іздеп шкафтарда ақтара бастады. Өле қалғысы келді. Біресе мынаны алып қолын кесіп көрді, пластмас былқылдаған заттар. Айнаны сындырды. Қолына сынық әйнекті алып үлгермеді, есікті бір теуіп ашып Дулат кірді. Розаны көтеріп әкеліп төсекке жатқызды. Есі бір бар, бір жоқ жатса да. Дулат Қытайдан алдыртқан қуат беретін дәрісін ішіп алып, қайта шабады. Екінші күннен асып барады, Дулат білгенін жасауда. Розаға жақын жатып алып, бәрін қалай ұйымдастырғанын айтып. Мен сені бірден жақсы көріп, сені иеленгім келгені сонша ауылға сыймай кеттім. Сен мені өзіңе тарттың, маған сен сияқты жылы сөйлеген адам болған жоқ деп қайта қозады. Қыз талып кетті. Дулаттың қарны ашты. Күші кеткен сияқты. Дәрін ішсе де өзінің қалжырағанын сезе бастады. Ессіз жатқан Розаға жақындап келіп, танауына саусағын жақындатты. Демалып жатыр. Бұндайдан әйел өлуші ме еді? Барып тамақ әкелейін, қарным ашқан сияқты деп тез киініп, есікті сыртынан бекітіп шығып кетті. Жылдан басып көлігін оталдырып жолға шықты. Өзін жайсыз сезініп отыр, қарным ашқандікі шығар деді. Жылдамдықты асырып ұшып барады. Бір кезде кеудесі қысыла бастады. Тынысы тарылып, жиырылып қалды. Көлігін тоқтатып үлгерді, есігін ашып сыртқа шыққысы келді. Бірақ кеудесіндегі түйін одан ары батып тырп еткізбеді. Қарғыс атқыр хайуан. Жауыз. Тиіспе маған. Тиіспе. Мама. Деген Розаның ашы даусымен жылаған түрі көз алдында тұрып, демі біте берді. Бөлмеде төсек үстінде әрең аунап, басын көтеріп, жан-жағына қараған Роза Дулатты көрмеді. Осы арадан шығып қалар, жауыз деп қалтыраған күйі төсекте бүрісіп отыр. Бір кезде орнынан сүйретіліп басқа бөлмелерді ақырын ғана қарап, жауызды іздеді. Жоқ, тым тырыс. Дулаттың қоздыратын дәрі ішкенін бөлмеде жатқан қағаздарынан біліп, Роза егіліп жылады. Үстіне қонақ үйдің халатын іліп есікке барды. Итеріп көрді, жабық. Қаттырақ күшке салып итеріп еді, көтен шегінен қан сауы ете қалды. Іш құрылысы қоса шығып кеткендей қатты ауырып, жерге бүк түсіп құлады. Кеш батып қас қарайған кезде Роза қайта есін жиды. Неге өліп қалмадым екен? Аллам, неге жанымды қинап қайта оята бересің деп қанша өлгісі келсе де, ажал құрғыр келе қоймады. Тас қараңғы пәтерде жатып, сырттан біреу келе жатқандай аяқтың тарсылдаған дыбысын естіп шошып кетті. Жауыз қайта келе жатыр деп қорыққаннан қалшылдап төсектің астына сүйретіліп кірді. Есіктің кілтін сықырлатып ашқанын күтіп қорқып жатыр. Бірақ естілген дыбыс жоқ болып кетті. Қараңғыда жарды сипалап жүріп жарықты жақты. Айналаның бәрі қан болып жатыр. Ас бөлмеге барып кішкене су ішіп әл жинап алды. Жүрген сайын астын біреу кескілеп жатқандай ауырып барады. Есікті қайта итеріп еді, ашылмады. Орындықты алып терезені ұрып сындырды.
Ақырын далаға шықты, сынған әйнек қолын аяғын кесті, оған көңілде бөлмеді. Алланың күні де Роза сияқты иегіліп жылап тұр. Жан адам жоқ. Тіпті терезенің сынғанын ешкім естімеді, бәрі қасарысып. Сауап саған. Нең бар, бөтен еркектің үйіне келіп деп үйінен ешкім шықпай жатқандай. Жауынның астында біраз жүрді, жолдың шетіне келді, ары қарай жүруге шамасы келмей жерге сұлқ құлады. Есін ауруханада жиды. Қарындас, деген ер адамнан шошып кетті. Шырылдап айғайға басты. Дәл осындай қарындасым деген Дулаттан не көріп еді. Шашынан сипап бетіне күліп қараған мейірімді жуас адам құбыжыққа айналмады ғой. Жауызға айналмады ғой. Өз-өзін ұстай алмай, өз-өзін жұлқып бақыра берді. Дәрігерлер тыныштандыратын екпе салып, ұйықтатып тастады. Розаның қансырып жатқанын, өтіп бара жатқан көлік көріп, жедел жәрдем шақырып, әп-сәтте полиция мен дәрігерлер қаптап кеткен. 17 жасар қыздың асқан қатыгездікпен зорланғанын анықтап, тез арада іс қозғалды. Қазір Розаға келген тергеуші болатын. Айдан асса да Роза өз-өзіне келе алмады, аты жөнін ешкім білмеді. Сөйлей алмайды. Біраз уақыт өткен соң бәрі есіне түсті, сөйлей алса да сөйлегісі келмейді. Роза өзінің кім екенін білсе де, мына қорлықты ата-анам білсе, не болады деген оймен сілейіп жата берді. Сұрақ қойған тергеушіге жауап қатпады. Анандай сұмдық жағдайды көріп, Розаның мазасын ешкім алмай, тек емдеді. Роза жанатынан бір жола күдерін үзіп, өзін бір лас, жезөкше ретінде сезінді. Неге бардым соның үйіне? Неге кірдім сол лас пәтерге? Деп өз-өзін іштей жеп жатыр. Есіне Дулат түсті, ол өзі қайда? Қашып кеткен бе? Ауылға барып, бүкіл еркек атаулыға мақтанып жүрген болар. Деген ойда келді. Жанын жегідей жеп не істерін білмеді. Ақырындап терезеге жақындап, өзінің жүйке ауруларына арналған ауруханада жатқанын бірден түсінді. Өзі де болашақ дәрігер еді. Өзегі өртеніп тағы жылады. Арман тілегінің талқан болғанына анық көзі жетіп тұрды. Дәлізге шығып медбикелерден дәптер қалам сұрады. Ал Дулат болса Қытайдың қоздыратын дәрісін көп мөлшерде қабылдап, қойған үшін жүрек талмасына ұшырап, көлікте отырған жерінен жан тапсырыпты. Оны тез тапты. Көлігінің ішінде екі бүктеліп, аузы ашылып, көзі бақырайып қатып қалыпты. Құжаттары өзімен болғандықтан ауылға хабар тез жетті. Ойбайлап-байбайлап күләш келіп алып кетті. Жаназасын шығарып, арулап көміп, әдемілеп белгі таста қойып қойды. Жүрек талмасынан қайтыс болды деп есептеді. Күләштің қайғысы ұзаққа созылмады, 40 өтісімен тағы бір сүмірейген еркекті үйіне кіргізіп алды. Роза дәптерді құшақтап бөлмесіне келді, жан құрбысына болған мән-жайдың бәрін жазып отырып. Өмірде біз күтпеген нәрселер көп екен құрбым. Менің ақымақтығым, сүйіктімнің жездесіне сенгенім. Ол кісі жуас, үндемейтін момақан көршім еді ғой, мен балақай кезімнен көз алдында өстім ғой. Ол неге сондай хайуандыққа барды, мен білмеймін. Еш уақытта бөтен ер адамға сенбеу керек екен. Соны түсіндім, кеш түсіндім. Мені кешіріңдер деп аяқтады. Роза ауруханада 2 айдан астам жатты. Күннен күнге өз-өзіне келген сайын үлкен қателік жасағанын түсінді. Жанатының алдында қалай ақталам дегенді ойласа өлгені артық болып тұрды. Ата-анасының азабын тіпті ойлаудың өзі қорқынышты болды. Бұл кезде Роза емхананың жеңіл бөліміне ауысқан кез еді, аулаға шығалатын. Дәрігер жақсарғанын тергеушіге айтқан еді. Тергеуші бөлмесіне кіріп, есіңізге бірдеңе түсті ме? Сіз қорықпаңыз, айтыңыз. Ол жауыз өз жазасын тартуы керек. Сізді зорлаған бір ғана адам екен, сараптамадан көрдік, сіз сол адамды танушы ма едіңіз, деді әйел тергеуші. Роза басын шайқап үндемей жатты. Аты жөніңізді айтыңызшы, қайдан боласыз? Жауап бермеді, күйінді, өкінді, айтпады. Оқисыз ба? Студентсіз бе? Роза тып-тыныш жатыр, айта алмайды. Қорқпаңыз, біз енді сізді қорғаймыз деген мың сұрақпен жұбату. Менің қорғайтын нем қалды, өзім кінәлімін ғой, ертең бәрі бетіме түкірмей ме? Деген ойлар келіп, ешкіммен сөйлеспей жата берді. Жанат хат сыртындағы Розаның жазуын танып көзінен жастары ағып кетті.
Сен жеке оғы, ауыр тиетінін білемін, бұл хат маған дерт болып жабысқалы қашан. Ары қарай хатты не істейсің өз еркің, тек өмірге түңілме дедім. Жанат қалтасына салып, басын изеді. Ол менсіз жеке оқып, сосын араға 10 күн салып сол көпір үстінде екеуміз кездік. Жанат егіліп жылап тұрып, Розадан кешірім сұрады. Дулат жездесіне лағнет айтты. Жанатпен бөліскен соң маған аз да болса жеңіл болды. Хатты көпір үстінде жағып, күлін төмен жаққа қарай шашып жібердік. Қош бол Роза құрбым, бақытты бол Жанат досым. Түрлі сұмдықтарды естіп көріп жүрміз ғой, ең құрығанда жас бой жеткен қыздарымызға ақыл қосармыз. Әрдайым бөтен ер адамнан өздерін алшақ ұстауды үйретеміз. Әрине үйретіп жүрміз ғой, сонда да бұл оқиға тағы бір сабақ болсын, алыстағы балаларымызды кімге табыстау керек екенін ойланайық. Қазіргі заманда жастар шетелге де қорықпай шығып жүр ғой. Адасып қор болғандар да бар. Шет ел емес, өз елімізде азғындар бар екенін ұмытпайық, олар шайтаннан туған ба деп ойлаймын. Әңгіме біртүрлі жазылды, мен дұрыстап келтіре алмадым. Үшінші адам болып бастап, сосын арасында болдым, сіздер мені түсінерсіздер деп ойлаймын. Осыдан бірнеше жыл бұрын Facebook парақшама жазып жариялағанмын, ол кезде толық ашық жазылмаған еді. Жанатпен жолықпаған едім. Facebook'та жарияланған соң Жанат оқып ренжіп деп әйдейлеп кездесіп хатты бердім. Енді мен бір жүктен құтылдым. Аллам баршамызға жар болып, жамандықтан сақтасын. Аман болыңыздар.